Қайырлы күн баршаңызға. Көргеніме сіздерді қуаныштымын. Өзім таныстырып өтейін. Есімім Эльвира болады. Осы компанияның уже топ-менеджер деп ата берсеңіздер болады. Мен өзім қосымша шығыс медицинасы және восстанавливающий медицина дейді ғой, қалыпқа келтіру медицинасының маманымын өзім. Енді жалпы NL компаниясына мен басында бизнес ретінде келген жоқпын. Мен бұл жерге өнімді көріп келген адаммын. Өйткені өнімнің қасиеттерін көрген кезде мен уже андай состояние болды. Вау, осындай да бола ма деген сияқты. Өйткені көптеген нәтижелер алынды. Мен 2018 жылы тіркелдім, бірақ бизнесті 2020-да бірақ бастадым. Сонда былай қарасақ, осы сол 2018-ден бері енді өзіміз онсыз да қолданамыз ғой, аптекаға уже барғанды тоқтадық қой. Бірақ дегенмен де осы 2018-ден бері өте көп нәтижелер болды біздің командада. ТЦП дейміз ба, балалар аяққа тұрды, онкологический заболеваниялар болды, неше түрлі, раковый, уже все, уже метастаза кеткен дүниелер болды. Кеткен кезде уже врачтар енді, естественно, отказ береді ғой, онда адамдардан қорқады ғой, өздерінің спискін толтырамыз деп андай смертность сондайлармен. Сол кезде енді осындай жағдайлар өте көп болды бізде. Кіре беріңіздер, сәлеметсіздер, кіре беріңіздер. И әрине нәтиже өте көп болды. Әртүрлі аурулардан өмірі тұрмайды деген адамдар біздің өніммен тұрды аяққа. Өте көп бізде. Гүлбахар ханым бірінші чатты шулатқан еді, көрген шығарсыздар, білмеймін енді. Көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме? Сондай бізде нәтижелер өте көп болды. Сондықтан да ақырындап кішкене таныстырып өтейін. Неғып сонда бізде компанияның ерекшелігі не? Әрине бізде халықаралық деңгейде өте көп неше түрлі БАДыларға шығып жатыр ғой. Аптекада да түрлі түрлерін өздеріңіз таңдайсыздар. D3 дейсіздер. Бірақ көрінген, даже магнийді мысалға 6 түрі бар екен, ешкім білмейді. Ол қайсы не үшін екен білмейді мысалға. Ала береміз да, беспредельно іше береміз. А ол потом почкаға седает, бауырға, в общем, айтқанда бүйректе тас, құм қайдан шықты деген әңгіме шығады сол жерде. Сондықтан да, егер біз білсек, қайсы қалай жұмыс жасайды біздің ағзада, қандай витаминдерді қандай кезде ішкен дұрыс, онда уже сіздер сауатты менеджер болып, сіздердің бизнестеріңіз кәдімгідей ұшады. Енді жалпы мен сіздерге айта кетейін, біздің өнімдердің ерекшеліктері. Бірақ өздеріңізге даже түртіп алсаңыздар болады. Не үшін айтып отырмын мен оны өткен жолы сабақтарда қайталағам. Повторение мать учения дейді ғой, репетиция смотр стадиорум дейді. Латын тілінен повторение мать учения, яғни қайталаған сайын біздің миымызға қона береді ғой. Өйткені біздің миымыз сондай да, ол қайталаған жақсы көреді ол. Қайталаған сайын миға қонады. Енді қараңыздар, бізде компания біріншіден басқа компаниялардан ерекшеліктері не? Маған лайтайын, мені маман ретінде не мені зацепило деді ғой, ұстап қалды. Қандай момент мені ұстап қалды осы компанияның өнімдерін алуға? Мысалға қараңыздар, бізде көптеген компаниялар көп. 50 жылдап жұмыс жасап жатқан компаниялар да бар, халықаралық деңгейде жұмыс жасап жатқан атты әйгілі компаниялар бар. Байқайсыздар ма? Мынандай айтады да кейбір адамдар, ой, мен деген витаминнің түрін үшін көмектеспейді. Неге? Өйткені адамдар түсінбейді. Витамин дегеніміз минералы, БАДы дейміз, БАДы дегеніміз түсініңіздер, ол это не лекарство. БАДы бізде ол бізде как тамақтан ала алмаған дүниені алатын бізде қосымша источник, қосымша қайнар көзі. Енді қараңыздар, сол айтады да, мен деген МВ-ді іштім, атын айтамын қойық, ананы іштім деп маған көп адамдар келеді, коктейльдерді іштім, толып кеттім деп айтады кейбіреулері, басқа компаниялардікі. Бірақ біздің компанияның разницасы білмейтін екен. Қараңыздар, кез келген БАДыды таңдаған кезде сіздер түсіну керексіздер. БАДы екіге бөлінеді. Фармацевтический және профилактический деген. Фармацевтический БАДы дегеніміздің мақсаты мүлде бөлек. Профилактикалық БАДылардың мақсаттары мүлде бөлек. Яғни фармацевтика деген дүниені, фармацевтика, фарма деген өзінің аты тұр ғой, фармацевтикалық дүние. Қараңыздар, біздің бүкіл қай өнімді алсаңыздар, даже косметиканың өзі, ол так как БАДы дәрет салып тұрады, бізде көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар, фармацевтикалық БАДылардың ең басты мақсаты ағзаға түскен кезде ол ағзаға зиян келтірмеу керек. Сіз қанша ішсеңіздер де, ол ағзаға кері болады мысалы БАДылар. Асадық береді, сіңбейді деп айтады, көпшілігі болмайды дейді кейбір нәрселерді. Аптекамен салыстыра береді, одан кейін біздіге келіп ақылда болады кейбір врачтар аталарынан айтпай қояйын, өз интернет жүйесінде өз әйгілі адамдар бар. D3-ді көпшілігі болмайды, ананы көпшілігі болмайды дейді. Бірақ та олар түсіну керек та, бұл жерде біріншіден біздің БАДылардың айырмашылығы, біз фармацевтикалық БАДылар. Біз қанша ішсек те, оның ағзаға ешқандай зияны жоқ. Ағзаға зияны жоқ.
Бізде вообще осы басқа мемлекеттерден де білмеймін, Қазақстанда мен 2-ақ БАДыды көрдім, который фармацевтикалық БАДылар қатарына жататын. Солардың біреуі біздікі. Соның біреуі біздікі. Енді ойлаңыздар сіздер. Қаншама бізде, оказывается, компаниялардан, енді көп қой енді қазір компаниялар. Қытайда компаниясы да, Жапонда компаниясы бар. Ойлаңыздар енді. Қазір официально тіркеліп жұмыс жасап жатқандарда 126 компания бар екен. Енді официальнысын енді білмеймін, енді налог төлеп отырған, енді типа 126 компания бар екен, который бізде БАДы шығаратын жағынан айтып отырмын. Енді ойлаңыз, 126 компания әртүрлі БАДы шығарады, әркім өздікін мақтайды. Сонда біз просто қарау керекпіз составына, яғни құрамына қарау керекпіз. Ең басты біз мынандай нәрсені байқау керекпіз. Ол высокоусвояемый дейді ғой, жоғарғы деңгейде ол ағзаға сіңу керек. Ал ол үшін ол қандай болу керек деген сұрақ туындайды. Біздікі біріншіден БАДылардың қайсысын алсаңыздар да, бүкіл мына өнімдерді бізде химия жоқ қой. Эко деген өнім ғой, біздікі эко ғой. Даже пакеттердің сырттарында эко тұрады, байқасаңыздар. Неге ол эко деген атау тұр? Қараңыздаршы, сіздер ойлайсыздар ма, ол жай ғана ала салып эко дегенді деп. Эко деген қыздар ол халықаралық түрде стандарт өтеді кәдімгідей. Ол подтверждениесі бар. Мысалға даже мынаның өзі сырттардың өздері, мысалға біз употреблениядан, то есть біз қолдандық, одан кейін мына қара шетке айналып кетеді да. То есть біз қоршаған ортаға, даже біздің компания өзінің производствосын шығара отырып, яғни өзінің БАДыларын жасау, товарларын шығара отырған өзінде өнімдерді, олар қоршаған ортаға ешқандай зиянын келтірмейді біздің заттар. Ойлаңыздаршы, банкалар бітті ма, сіздер қорықпайсыздар қоршаған ортаға зиян келтіреді деп. Яғни ешқандай қоршаған ортаға асаты жоқ. Біріншіден, одан кейін барып біздікі натуральный деп айттым. Допустимая норма деген бар медицинада. Допустимая норма деген, яғни өзінің бір определенный количествосын ғана рұқсат етілген нормадан, допустимая нормадан жоғары емес ол. Мысалға бізде биодрон ішінде химия бар ма? Иә, антибиотиктер бар оның құрамында. Бірақ та ол қандай антибиотиктер? Түсіну керекпіз. Ол, например, сіздердің ағзаңызға грипп заболевание, тағы да басқаларды өлтіретін. Бірақ ол бізге мынандай ағзаға зиянын келтіреді деген сөз емес. Мысалы айтады да, ол антибиотиктердің түрлері бар ғой, природный антибиотик деген болады. Не болады мысалға? Натуральный. Біздікі барлық состав натуральный. Енді қарайық. Бірінші, то есть мен сіздерге және айттым, фармацевтикалық БАДы. Яғни оның біздікі ерекшелігі, біздікі фармацевтикалық БАД. Яғни оның ерекшелігі неде? Біз ағзаға түскен кезде біріншіден қанша ішсек те ол бізге зиянын келтірмейді. Екіншіден, көбірек ішкен сайын восстановление тезірек жүреді. Яғни біз көбірек ішкен сайын ағзамыздағыларды ол жұмыс жасай береді. Мысалға, допустим, давайте коллагенді алайық. Коллагенді мысалға сіздер ішіп жатсыздар. Білесіздер, бүкіл айтқанда ағзамызда тұратын клей ғой, былай айтқан кезде клей. Енді қараңыздар, мысалға сіздер бүгін бірінші ай іштік дейік мысалға. Ол мүмкін ішкі органдар тартатын шығар. Келесі жолы мысалға ішсек біз, ол ішпей қой, мысалға іше бергілеріңіз келсе, іше бересіздер да мысалға. Ол келесі жолы, ол мысалға не істеуі мүмкін. Мүмкін ол хрящевая ткань дейміз ғой, соединительная ткань. В общем, ағзада ары қарай жұмысын жалғастыра береді. Яғни біз зиянын көріп тұрған жоқпыз ғой. Байқайсыздар ма, біздің өнімдер көбірек ішкен сайын әдеміленіп, бір нұрланып, уже лидерлар басқа. Бұрынғыдай емес. Қанша жыл бұрынғы лидерлар бар, 10 жылдан кейін қарасам, уже вообще жас қыздар сияқты түрлері бәрі өзгеріп кеткен. Ол потому что бұның барлық фармацевтикалық БАДының қасиеті сондай. Келесі момент тағы да бізде бар. Біздің өнімдердің барлығы иондалған. Иондалған дегеніміз ол қалай? Қазір түсіндіре салайын жерге. Қараңыздар. Мынау бізде мысалға ион деген дүние, білесіздер өзі атом, ион деген дүниені жақсы физика тілінде. Молекула деген дүние болады. Бізде біздің компанияның фишкасы, мен ойлаймын, что компания даже сама не осознала, қандай ерекше өнімді шығарғанын деп ойлаймын. Неге? Өйткені, мысалы қараңыздар, мысалы клетка болсын дейді, ана молекула. Екеуінің размері бірдей болады, молекула мен клетканың. Ал ион дегені ол одан да микрочастица, яғни размері кіші. Кез келген витамин минерал мысалға сізге, мысалға қараңыз, басқа бір аптеканың дүниесі ішкен кезде, давайте мысалы кальцийді іштік дейік. Кальцийді ішкен кезде сіздерді ағзаңызды білесіздер, D3-мен бірге жүреді естіген шығарсыздар. Или мысалға давайте басқа бір компаниялардың нелерін іштік дейік, коктейльдерін іштік дейік. Мысалға,
Тоже же БАД был, да, считается как. Это қараңыздар, оның усвоениесіне ойлаңыздар. Ол ағзаға түседі екен, ол молекула. Мына қалай кіреді? Молекула, мына клеткаға қалай кіреді? Кірмейді ғой ешқалай. Оның кіру үшін, яғни оны не істеу керек? Ол ыдырау керек. Аминокислоты керек оның ағзаға ыдырауына. Мысалы, біраз химиктер болса, олар сіздерді түсіндіре алады да, оның мынандай да ол ұзақ процесс. Енді қараңыздар, яғни ферментативді реакцияларға түсу керек, ол расщепление жүру керек, ол яғни иондалған микрочастицаларға түседі да, и одан кейін барып кішкентай ғана мына иондалған дүние ол уже спокойно клеткаларға кіре береді. Ал енді біздікі готовый ионизированный өнім ғой. Байқайсыздар ма, мысалы, басқа компаниялардың коктейльдерін ішкен кезде, мына біздің коктейльдің прямо несі ағзаға как будто сынып қалған сияқты, аналардың ішсе уже тяжелый болып тұратын сияқты. Неге? В чем разница? Өйткені осы ол ионизированный дайын бүкіл мына біздің витаминді алсаңыздар да, минералдарды алсаңыздар, коктейльдер ішсеңіздер, очень не ішсеңіздер де барлығы иондалған түрде бізде. Түсініп отырмыз, ол значит біздер не істейді сонда сіңімділігін жоғары асып. Сонда бар ғой, даже бар ғой, сіздердің уже даже микробиомдарыңыз болды, білесіздер ғой, естіген шығарсыздар. Мен всегда сабақтарда айтамын, мен сабағымды тыңдаған адамдар біледі. Очищенный организмді айдалап отырамын мен. Микробиом кишечника деп таза болсын ағзаларыңызды. Бірінші детокстан бастатқыздырамын ғой мен всегда. Детокстан бастатқыздырамын сіздерге. Сонда мен айтамын, неге? Өйткені бізде микробиом дұрыс болған кезде кез келген витамин, минерал жақсы сіңеді деп айтамын. Енді қараңыздар, ал біздікі мысалға кез келген витаминдердің ішінде, БАДыларымыздың ішінде, очень барлығының ішінде бізде пробиотик, пребиотик деген дүние бар. Сонда ол қалай ол сонда? Пробиотик, пребиотик деген дүние не үшін? Сіздің мына микробиомыңыз қаншама мына зашылған болса да, мына пробиотик, пребиотик деген дүниелер, яғни полезная флораны көтереді да, сол бізде сіңімділігі не істейді? Арттырады. Енді ойлаңыздар, пробиотик, пребиотик деген дүниелер қосылса, уже компания, значит, заранее уже дәл ойластырып қойған ғой бізге. Бізге не істеп отыр? Дайын өнім беріп отыр да. Дайын өнім. Сіздің уже микрофлора кишечнигіңізге қарамай қойыңыздар деп жатыр да. Сізді бірақ мен сіздерге айтамын, микробиом жақсы болған кезде, оның усвоениесі одан сайын жақсы болады. Оның усвоениесі одан сайын жақсы болады. Енді қараңыздар, ары қарай кеттік. Келесі момент. Бізде түсінікті, бірінші яғни бізде ерекшелігі не болып тұр? БАДылар фармацевтикалық деген түсінікті сұрақ жоқ қой ол жағынан. Енді келесі момент, және не дедім келесі? Бізде иондалған дүние дедім. Бізде эко өнім дедім. Жақсы, енді маған мысалға қарап отырсақ, мені прямо зацепило именно не? Бізде клиническое исследование, клиникалық тұрғыда исследование, яғни не жасайды? Зерттеулер жасайды. Сонда клиникалық тұрғыда дегеніміз, енді қараңыздаршы, бізде өзіміздің научный институт бар, ғылыми институттарымыз бар бізде. Өзіміздің лабораторияларымыз бар. Мысалы, біз басқа компаниялар сияқты бар ғой, атына атамай қояқ, өзіміз қазақстандығымызда қояды да, олар басқа жақтан БАДылар сатылап, риза болып сатылады. Ал мысалға, ертең таможня жабылып қалса не істейді? Мысалға да, бізде мысалға қарап отырсақ, бізде сырье компаниянікі да, өзінікі. Қараңыздаршы, өздерінің плантацияларында, мысалға, омеганы алатын кезде, мысалға, сол именно балықтың түрі өсетінді, мысалға, сол нені, естеді аралды, мысалға, арендаға бәлін бір жылға алды, мысалға. Өзінікі ғой барлығы. Алтай шөптердің несін қараңыздаршы, олар қиналмайды да, ойбай, ана жерден сырье сатып алды, анаған бағасы өзгерді, значит бізде өзгерту керек бізде. Онда ценовая политикаға қарамайды компания да, өзінің ценовая политикасын жүргізе береді. Мен бар ғой, ғашық болған нәрсе, яғни сырье свое, производственная база өзінікі, научно-исследовательская лабораториялар өзінікі. Яғни қыздар, научно-исследовательская лаборатория дегенде не каждая компания себе позволит. Ойлаңыздаршы, ол научно-исследовательская лабораторияға кіру үшін ондай деңгейге сіздер ойлаңыздар, қандай мамандар сіздерге жұмыс жасау керек? Как минимум там Кембридж бір нәрсе бітірген ғой, енді былай айтқан кезде. Енді Кембридж демей қояйық, хотя бы бір болалау бір ерекше бір ученый степені бар мамандар. Ал ондай мамандар ойлаңыздаршы, ақысы қандай болады? Ондай мамандарға условиясын жасап беру қандай деңгейде жүреді?
Енді ойлап көріңіздер, біздің компанияның сонда масштабы қандай болып тұр. Егер біздің даже офисіміздің өзі, просто офистің өзі 7000 квадратный метр болса компанияда, уже ол складтарды санамағанда, институттар, лабораториялар, анамдоларды санамаған кезде, ойлаңыздар сіздер, заводтарды санамаған кезде 7000 квадратный метр деген сұмдық қой, бір футбольный поле сияқты ғой, былай қарасақ, одан да үлкен иә болмаса. Енді қараңыздар, түсінікті иә, үшінші момент, не дедім мен ерекшелігі қандай дедім және мен? Үшіншісі, және ана айтты. Производство научно-исследовательской лаборатории. Барлығы өзіңкі. То есть біздің компания ешкімге, ештеңкеге, не шикізат жағынан, немесе научно-исследовательский жағынан, ғылыми тұрғыдан, ол тәуелді емес. Ол өзімен өзі жасап жатқан компания. Ешкім оның шатағы жоқ айтқанда, біздің компания ешкімге тәуелді емес, ешкімге отчет бермейді айтқан кезде. Бірақ та ол отчет беретін неге? Халықаралық деңгейдегі стандартқа. Халықаралық деңгейдегі стандартта. Байқап отырған шығарсыздар, на базе GMP деп, германского сертификата деген сөздер бар біздің компанияда. Байқадыңыздар ма сол сөздерді? Неге? Ең строгий сертификат GMP Германияның именно. Ол неде? Мысалы қараңыздар, шөп өсіп тұр, иә? Ол сіздерге ең қауіпсіз жолменен жинақталу керек қой. Одан кейін ол, конечно, заводта ол өңделу керек айтқан кезде продуктыға шығу керек ол. Соның барлығын қамтамасыз, безопасный ішіне микроб кірмеудің, бактериялар, тағы вирустардың кірмеу, нормально сізге өсімдік күйінен бері қарай келіп сізге шикізат түрінде түсіп болып, одан кейін бар еще мына баночкаларға сіздерге дайын күйде келіп, даже растаможканың температурасын қарап отырып, даже складтарда қандай температурада сақталу, соның барлығын қадағалап отыратын сертификат. Былай айтқанда компания сізге жинап алып, өсімдікті жинап алып, сізге барлығын аузыңызға салғанша дейін қадағалайтын сертификат қой. Безопасность, яғни қауіпсіз жағдай. Иә? Енді қараңыздар, түсініп отырмыз ғой, ол не екенін. GMP сертификат, халықаралық деңгейдегі ең мықты сертификат. Даже мен бұл таңғалғаным, егер сіздер ағылшынша білсеңіздер, сайттарға кіріңіздер официальный. GMP-дің сайтына кіріңіздер, как получают, какие компании, қандай компаниялар бар, ISO қалай алынады, кашер, халял деген сертификаттар қалай алынады. Бірақ өздерінің официальный сайттарына ағылшынша кіріп сұрақтар қойсаңыздар болады мамандарға, эксперттер. Сонда түсінесіздер, ол қандай деңгейде ол оңай емес, ол сатып алу невозможно. Ақымақ емес қой, дамыған елдер. Сатып алу невозможно. Халықаралық деңгейде, даже біздің ISO менен, біздің компанияның мысалы мүмкіндігі бар, кез келген мемлекетке есігін теуіп кіре алады да, сұрамай-ақ рұқсатты. Бірақ та не істеп отыр компания, байқадыңыздар ма? Бізде кәдімгідей научно, біздің өзіміздің, мен кішкене ақиқат деп бастыршын айтсам, ойым жинақталмай жатыр. Мынандай да қараңыздар, байқасаңыздар, біздің компанияда бірақ та сол қандай да бір халықаралық деңгейдегі сертификаттары мықтылығына қарамай, не істеп жатыр компания? Бізге әрқашан келер алдында Қазақстанның контроль качествосын өте ма? Өтеді. Біз налогты төлеп отырмыз ғой, официально, әр менеджер. Байқасаңыздар, НДС как положено төленеді. Дұрыс қой? Компания, сонда қарасақ, бәленбай енді қараңыздар, оборот жасаса, соның қанша пайызы, 55-6% біздің менеджерлер өздеріне қайтып отыр, айтып берді. Сонда қалған пайызы, егер де біздің мысалы басшымыздың өзі определенный окладта ғана отырған адам болса, не айта аламыз? Ол мүмкін мысалы өзінің қалтасына етіп шоколад етіп өмір сүруге, дұрыс қой. Бірақ ол не істеп жатыр? Дамытып отыр ғой. Ай сайын бізде жаңа өнім шығып жатыр. Ол не білдіреді жалпы? Ойлап қараңыздаршы, думайтесь просто осы нәрсеге. Ай сайын біздің компания жаңа өнім шығарып жатыр. Ол неге? Значит, біздің лабораториялар тоқтаған жоқ қой. Біздің ғалымдар жұмыс жасап жатыр деген сөз ғой. Жаңалықтар ашып жатыр деген сөз ғой. Ал сіздер енді мынандай нәрсеге қараңыздар. Клиникалық испытание деген дүние бар біздің компанияда. Клиникалық испытание дегеніміз, ол бізде мынандай, мысалға кез келген зат сізге шығарады ол компания, ойлап табады, шығарады, бұл сізге жай ғана келе салмайды алдыңызға. Бұны бізде компания жан-жақты тексереді. Адамдарға да, әртүрлі категориядағы адамдарға беріп береді. Бәленбай даже жылдар бойы оны бүйтіп қадағалап қарап отырады. Қалай қадағалайды? Ол қандай динамика болды? Ауру мысалға түсті ма, көтерілді ма деген сияқты осының бәрін қадағалап барып, егер положительный болса, бүкіл мына 500 адамға тексерілген болса, 500 адамнан положительный болса, қарап, не істейді бізге? Продажаға шығады. Ойлаңыздаршы. Біз сонда қараңыздаршы, қайдағы жоқ мысалға бір ауылдағы адам айтуы мүмкін. Өзінің жоғарғы ғылыми білімі жоқ.
не өзі медициналық білімі жоқ, әй ол істемейді десе, соған сеніп жүре береміз. Қалай ол? Ал ойлаңыздар, әлемнің ең мықты мамандар алады да сіздерге. Осының бәрін ойлайды, лабораториялық исследование өткізеді, клиникалық испытаниялар жасайды, жан-жақты сертификацияның деңгейін бәрін ойластырады. Даже сізге GMP-дің өзі стандартын выполнять етіп, өліп-талып компания айтқанда жұмыс жасайды. И сізге біреу айтады, ой, бұл не рабочий не дейді. Вот как вот сондай моменттерге, мысалы, былай, да, ол работает компанияның жұмысы бар. Мана өнімдердің барлығы жұмыс жасайтын өнімдер. Түсініп отырсыздар ғой? Сұрақтар бар ма бағанағы заттардың? Біресе түсіндіңіздер ме? Ой, түсінікті бәрі қысқаша. Енді қарай. Менің ашылма тетін нәрсе, мынаны коктейль деп атаймыз біз. Коктейль деген дүние, ол бар, коктейль, это что? Коктейль деген мысалы мәселе. Коктейль дегенде мысалы біз представляем, фруктовый коктейль дейміз, там не дейміз. Коктейль это сбор чего-то, да? А бізде қыздар, запомните, это функциональное питание. Бұл функционалды тамақ. Функционалды тамақтың коктейльдің ерекшелігі. Алғашқы рет бізде бұны космонавтарға арнап шығарылған болатын. Білесіздер, иә, тарихын айтпай қояйық оны. Енді қараңыздар, енді ол жаққа бару үшін енді ойлаңыздар сіздер. Ол жаққа бару үшін космостағы адамдар ең мықты тамақ ішу керек қой, ана қысымда, атмосфералық қысымда. Өздері тауға шығып кетсеңіздер, бастарыңыз айналып кетіп құлап жатамыз ғой, мысалға біз давление деген ана жадақты ойлаңыздар енді ана космоста қандай атмосфералық қысымда жұмыс жасайды олар. Енді соған әрине, естественно, ең мықты питание болу керек ол жерде. Соны мысалы ойлап тапты. Енді функционалды тамақтың мақсаты не? Функционалды тамақтың коктейльдің айырмашылығы не деп айтайықшы жарайды. Функционалды тамақтың коктейльдің айырмашылығы мынада. Біз мысалға, бұны ішкен кезде, бұл бізге жай ғана тамақ қылмайды. Бұл біздің ағзамызды емдейді, қалыпқа келтіреді, жасартады. Даже функционалды тамақты недоношенный балаларға да беріледі. Мысалы, бәрібір стимулятор мәселені беріп жатырған балаларға. Ол функционалды тамақ емес, это просто подпитка организмға. Ал мынау не істейді? Бұл ағзаға түскеннен кейін бұл сіздің ағзаңызды емдемей қоймайды. Неге? Құрамы мықты да. Құрамы мықты. Мынандай құраммен мен сіздерге спокойно могу держать әлемде әлде, по-моему, коктейль шығарылған жоқ қой деймін. Ана аты шулы бір компания бар. Олардың коктейльдерін ішкен кезде, байқасаңыздар, оларда белковый содержаниесі үлкен да. Белковый содержаниесі үлкен. Байқайсыздар, не береді олар қосымша обязательно өздері коктейльдеріне? Алоэ береді. Байқадыңыздар ма? Ал біз мынаны ранефекті ішсең де ішесің, мынаны обязательно деп айтамыз ба? Тек қана рахаттасатын адамға біз балаларға спокойно бере береміз ғой мынаны. Ал біз алоэ қосып береміз ба балаларға? Жоқ. Неге олар алоэ қосып? Өйткені, естественно, оның сіңімділігін көтеру үшін. Әйтпесе оның опять-таки несі, даже мына жәнегі айтып отырған протеиннің өзі қыздар ағзаға түскеннен кейін, ол протеиннің өзі сіңімі, протеин деген белок. Ойлаңыздар, белок қандай ол сіңу үшін ол қандай мықты болу керек біз мына ЖКТ-міз дейді ғой. Анандай количество белок жейді. Одан бөлек біз еще тағы да белок жейміз ғой. Ет қанша жейміз? Қазақпыз ғой, ет жейміз ғой. Онсыз никак. Енді ойлаңыздар, анандай белоктың бәрін ағзада қорытылу үшін не істеу керек оның бәрін? Олар поэтому алоэ береді. Ал біз балаға да спокойно алоэсіз де бере береміз ғой. Неге? Өйткені ол безопасный. Мынау өйткені безопасный да. Енді қараңыздар. Мынандай момент бар. Не айтып жатырмын? Так. Мынаны қараңыздар. Мынау бізде ағзаға түскеннен кейін мынаны қараңыздар. Неге өйткені бұның құрамында да түрлі протеин бар. Хотя бұл составта көптеген протеин продукциялар бар. Спортивный неше түрлі продукциялар. Солардан мынаның протеині өте жоғары. Бірақ та неге ол бізде сінеді почему-то? Неге өйткені спортсмендер мынаны ішкен кезде мысалға мышцалар слабость болмайды деп айтады. А неге басқа біреулердің мысалға протеиндер ішкен кезде олар обязательно қосымша дүниелер ішеді. Неге? Өйткені мынаның құрамындағы протеин мысалға 4 түрлі протеин болса да, бұның өзі мысалға бізде кез келген протеин ағзаға түскен кезде, ақуыз ағзаға түскен кезде ол расщепляется на мелкие частицы, расщепленияда жүреді. Аминокислоталарға ыдырайды. Соның ішінде моноаминокислоталар ғана бізде мышцаларға сіңеді.
көрдіңіздер ме? Сонда мынаның ішіндегі уже моноаминокислота вариант қой. Сондықтан да бізде даже кез келген заттар, мысалы бізде сублимированный өнімдер, өте сублимированный өнімдер. Сублимация дегенді өткен сабақта айтқан болғандарымыз болдыңыздар ма, мен айта кетейін жарайды. Кез келген өнімді шоковый заморозка арқылы жинайды. Неге? Почему шоковый заморозка? Өйткені өнім шоковый заморозкамен жиналған сәтте оның питательный заттары ішінде өте жоғары деңгейде болады, қалып қалады. То есть біз өзімізді на зиму замораживать етеміз ғой, вареньеден қарағанда заморозкаға түсіргенде деп айтамыз ғой, ягодаларды мысалы, жидектерді заморозкаға түсіріп алуға тырысамыз. Неге? Өйткені оны айтамыз, біз пайдалы дейміз, компот жасасақ та пайдалы деп айтамыз. Енді ойлаңыздар, сіздер шоковый заморозка арқылы мыналарды жинайды екен, мына ішінде мына жидек, фрукты, овощи дейміз ғой, соның бәрін жинайды да, жинақтайды да, одан кейін барып сіздерге оны енді қараңыздар. Ол не істеу керек? Оның ішінен ыдырату керек. Ыдыратқанның өзінде ол специальный нелерде шоковый заморозкада ыдыратылады. Енді анау сухой массаның ішінен уже қараңыз, шоковый заморозканың бір күшті нәрсесі. Біріншіден бүкіл мына витамин, минералдар бойларында сақтайды сублимация кезінде. Екіншіден сублимация кезінде вирус, инфекция, андай-мындайлар, бактериялар зиянды дүниелер бізге кірмейді. Өйткені анандай температурада ол өліп қалады. Түсініп отырсыздар, иә? Сонда компания ойлаңыздар, даже сол жағынан да қауіпсіздікті сақтап отырды. И сізге байқайсыздар, мына коктейльдердің сырттары, мына витаминдердің сырттарын қарасаңыздар, серебристый. Неге? Өйткені бұның барлығы, өйткені бұның барлығы біріншіден, біз бұның қазақтарда білесіздер ғой, әйел адам күміс тақпаса, үйінен ас ішпей кетіп қалған мүмкіндігі болған адамның. Неге? Өйткені ол бактерияны өлтіреді, вирустарды өлтіреді. Күміс опыленный дейді ғой, қалай айтады? Солай да, себілген деймін, қалай айтады, күміс. Сонда сол не үшін? Бактериялардан сақтау үшін. Неге бізде көп нәрсе сухой келеді? Өйткені сухой виде, біріншіден енді ол естественно бұл сублимированный өнім болғаннан кейін, қараңыздар, сізде бағана шоковый заморозка арқылы барлығы мынада неден раздробление процесс дейді ғой, содан өткізді, содан кейін ана неден витамин, минералдарын в первоначальном виде, первоизданном виде суырып сіздерге мына жерге салып қойды. Сонда бір ойлаңыздар, сіздер бір порция коктейльден немесе бір БАД-дің бір какой-то бір порциясынан қаншама пайдалы заттар аласыздар. Еще анандай способпен компания жасап отыр барлығы. Ойлаңыздар енді, қандай сонда анау сенімділігі қандай болады ағзаға, қандай мықты өнім қолымызда тұр. Соны білсек, біз күнімен түнгі осымен тамақтанатын сияқтымыз. Сонда қараңыздар, түсініп отырсыздар, еще бізде компания ары қарай кеттік. Олар еще ойластырдық. Так, бізде дейді кейбір заттар болады, бір ферменттер, только жидком виде мысалы, жәнегі не бар бізде жидком виде мысалы, биодром бар, жәнегі ресвератрол бар, жидком вид. Ал қалғандардың бәрі байқайсыз, мына бәрі сухой массада. Неге? Өйткені сухая массада, яғни құрғақ жерде, влажная средада былай айтқан кезде, сулы ортада бізде бактериялар өседі ғой тезірек. Даже суын ойластырып қойған компания. Сондықтан бізде көп нәрсе сухой массада жүреді. Біз басқа компаниялар сияқты влажный неде мынандай жидкостьтерға нетіп, разбавлять етіп, санын көбейтіп сатыватқан жоқ біздің компания. Біздікі как есть, прямо объемын күштеп тұрып, концентрат қылып бізге сатып отыр. Сонда ойласақ қыздар, бізде компания жан-жақты қарастырылған биоинженерная технология, өнім жағын, барлық жағын қарастырған кезде компания мощный компания айтқан кезде. Біз осындай 25 жылды халықаралық тарихы бар, халықаралық деңгейде жұмыс жасап отыр екен бұл компания. Ойлаңыздар, бұл 3 этап взлет и падениені көрсетуші компания. Қалай ойлайсыздар, опыт жинады ма? Опыт жинады. Біз жаңадан құрылып жатқан бізде стартап емес. Бір 5-6 жылдан кейін не болады деп ойлайтын. Бұл компания бізде күнделікті жаңа өнім шығарып жатыр. Расширение, офистар, новый страны алып жатыр, мысалы, жаңа мемлекеттерді алып жатыр. Ал ол дегеніміз нені білдіреді? Ол дегеніміз компанияның өсіп жатқанын білдіреді. Қанша карантин кезінде ана байқайсыздар ма? Әттең мен өзім Астанадан ғой енді қазір. Астанада мысалға мен байқадым. Аты-шулы мықты компаниялардың өздерін офистар жабық тұрды. Тек қана через Алматыда поставкалары. Біздің компания нагло бар ғой, есіктен ашып қойып, біз барамыз да өнімдерді барып открытый алып сатып аламыз. Енді не деген сөз ол? Ол компанияның авторитеті ғой.